Біздің бабаларымыз кезінде өздерінің міндеттерін атқарып кетті. Терін төгіп, қандарын ағызып, жанын беріп жүріп, мына жерімізді қорғап, бүкіл рухани мұраларымызды басқаны бізге аманаттап тапсырды. Енді бізде қандай міндет бар? Сол аманатқа ие болып, соны ары қаратай жаңғыртып, мына ұрпақтың санасын оятып, саналы, текті, тағылымды ұрпақ өсіріп, ұлттық мәдениетімізге ие болу. Әрбір ұлттың өзіне берген ерекшелігі болады Алланың. Сонысымен ғана бір ұлт екінші бір ұлттан биік тұрады, екінші бір ұлтты қызықтыра алады. Ал өзінің ұлттық мәдениетінен айырылып қалған ұлт, ол басқаға еліктегіш келеді, басқаға жалтақтап, біреудің қаңсығы екінші біреуге таңсық дейді. Сондықтан сондай қаңсық бізге мүлде менталитетімізге сай келмейтін нәрселерге соған бас иіп, бас шұлғып, сондайларды алып кеп бізге жаңалық ретінде енгізіп жатудың өзі ол өте дұрыс емес мәселе. Сондықтан осының барлығы неге байланысты? Ол ұлттың бұл үш таған, үш тұғыр. Тіл, міне, дін, сосын діл дейтін осы ошақтың үш бұты сияқты осы үш бірлік бірігіп келіп ұлттық мүддені құрау қажет. Біздегі қойылатын ең басты салмақты сұрақ бұл өзімізге, қазақтың қазаққа қоятын. Неге? Өзіңнің қандасыңмен бір-біріңнің тіліңді түсінбей тұру деген өте аянышты хал. Қазақ бола тұра екі қазақ бірін-бірі түсінбей тұр. Сыртынан үшінші біреу көрсе таң қалады. Ой, сұмдық, мына қарашы, қазақ екеуі де, бірақ бірін-бірі түсінбейді. Осы жерде осыны бөліп тұрған не? Осының бәрін білдіріп тұрған ол тіл. Сондықтан адамның рухани деңгейі де басқасы да ол болмысынан бастап, отбасынан басталып, кейін біліммен. Мысалға қараңыздар, бізде мысалға қоғамда қазір тіл проблемасы толық шешілген жағдай болса, тарихымыз тағы басқа, бір сөзбен айтқанда ұлтқа қатысты ұлттық құндылықтардың барлығын бойымызға сіңіріп өскен ұрпақ болсақ, біз қазір осындайды проблема жасамай, ол табиғи нәрсе ғой, өзінен өзі тілмен сіңіп. Мен бағана айттым, анау кішкентай балаларды қарап тұрсаңыздар, әлі тілі шықпай тұрған баланы қарасаңыз, бірінші болмысы қалыптасады. Ананы бере қойшы, ананы әкелші десе, соны бала түсініп әкеп береді. Ода әлі тіл жоқ. Көрдіңіз ба? Осы жерге мұқият мән берсек, ата-ана қалай сөйлесе, қай тілде сөйлесе, бала сол тілде сөйлейді. Бала қай тілді біліп өссе, соған меңгеріп, қай тілде ойланып, қай тілде түс көріп өссе, ол сол тілге ұлтына қызмет етеді. Тарихта небір тәсілдер бар. Мәселе түрде емес, мәселе тілде. Болмысын қазақтандырып, тілін қазақша шығарған қандай ұлттың болмасын ұрпағы, қай тілде тілі шықты, соған қызмет етеді. Қарап тұрсаңыздар. Сондықтан бұл тіл мәселесі қоғамдағы өте күрделі мәселе. Менің осы жерде бір ауыз, бір шумақ сөзбен, өлең шумағымен мен осыны қорытындылаймын. Ей қазақтың баласы, қазақ тілін құрметте, білмегенді үйретуге міндетте. Тілін сатып мәңгүрттенген мазақты, елге төнген ең қауіпті індет деді.